Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 21-ші сабақ. Достық туралы ертегілер. Жолбарыс пен тышқанның достығы. Ертегі. Ертеде бір жолбарыс болыпты. Ол қалың орманның ішінде ұйықтап жатыр екен. Оның үстінен бір тышқан жорғалап кетіп бара жатады. Жолбарыс оны сезіп, тышқанды ұстап алады. Сөйтіп қатты қысады. Тышқан айтады: «Я, тақсыр, кешіріңізші, жолбарыс, мені жіберіңізші, мен де бір қызметіңізге жарап қалармын» дейді. Жолбарыс күліп: «Мен жолбарыспын, ал сен тышқансың, сен маған қызметке жарамайсың» деп жібереді. Тышқан қуанып: «Жолбарыс менің досым» деп ойнап кете береді. Бір күні жолбарыс мойнына аспа тұзақ түсіп, тұзаққа ілініп қалады. Енді қиналып, не істесем екен деп тұрады. Тышқан келіп қараса, баяғы өзіне таныс жолбарыс екен. Жолбарыс оған: «Мынаған не істей аласың?» дейді. Тышқан жүгіріп барып тісімен тұзақты қажап, қиып жібереді. Жолбарыс сөйтіп, тышқан досына риза болып, рахмет айтады. Сөйтіп, жолбарыс пен тышқан дос болып қалыпты. Оқушылар, жолбарыс пен тышқанның достығы сіздерге ұнады ма? Сабақ ұнаса, каналға тіркеліп, достарымызды шақырайық.